Сәлеметсіздер ме, қымбатты көрермендер, каналымызға қош келдіңіздер. Әлемдегі және Қазақстандағы жаңалықтарды алғашқылар қатарынан біле отырғыңыз келсе, арнадағы подписация және бір ғана лайк түймелерін баса отыруды ұмытпаңыздар. Ал ендеше бастадым. Жаңбыр бұршақ 7 маусымға арналған ауа райы болжамы. Қазақстан территориясының басым бөлігінде атмосфералық фронттарға байланысты тұрақсыз ауа райы сақталады. Найзағай ойнап, өткінші жаңбыр, солтүстікте бұршақ жауады. Тек еліміздің оңтүстік-батысында ғана жауын-шашын болмайды. Республика бойынша жел күшейеді. Күндіз оңтүстік-батыста, оңтүстікте шаңды дауыл болады. Күндіз Қызылорда, Маңғыстау, Атырау, Ақтөбе, Алматы, Жетісу облыстарында, Батыс Қазақстан облысының оңтүстігінде аптап ыстық сақталады. Маңғыстау, Атырау, Қызылорда, Түркістан, Жамбыл, Ақтөбе, Ұлытау, Батыс Қазақстан, Алматы, Жетісу, Қостанай, Қарағанды, Абай облыстарында жоғары өрт қаупі бар. Түркістан облысының шөлді аудандарында, Атырау облысының батысында, солтүстігінде, Батыс Қазақстан облысының батысы мен оңтүстігінде, Қызылорда облысының шығысында төтенше өрт қаупі сақталады. Бізді тамашалауда жалғастырыңыздар. Сау саламатта болыңыздар.